16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Бүгінгі тақырыпқа байланысты түсірілген бейнесюжетке назар аударайық. Бүгінде әлеуметтік желі арқылы жалған сөйлеп, өзгенің ар-намысына тию, азаматтар туралы жалған ақпарат тарату заңмен жазаланады. Соңғы уақытта еліміздің тиісті органдары әлеуметтік желіні қатаң бақылауға алды. Сондықтан да ойланбай жазған бір сөз үшін жазаланып жатқан азаматтардың саны көбейді. Мәселен, өңірде соңғы 6 айдың ішінде 17 азаматтық іс қаралып, оның 3-еуі қанағаттандырылып, 6 іс қанағаттандырусыз қалған, ал 9 бойынша сот шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа арызданған 3 істің шешімі өзгеріссіз қалған. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда көп. Өйткені өткен жылы 12 айда 5 іс қаралған. Бұл әрине алаңдатарлық жайт тудыратын мәселе. Әсіресе оқушылар мен жастар үшін дейді мамандар. Сот қызметкерлері тек қана әлеуметтік желі арқылы айтылған сөзді емес. Сондай-ақ қызмет орындарында да азаматтардың мінезі туралы жазылған ақпараттар шындыққа жанаспас. Сотқа жүгінуге болатынын қаперіңізге береді. Атам қазақ сонау заманнан ар-намысты өте биік қойған, бәрімізге мәлім. Оған мына сөздер куә болып табылады. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген. Қазіргі күнде ар-намыс іскерлік бедел қорғала ма? Қорғалса, оның тетіктері қандай? Бүгінгі тақырыпты осы төңірегінде өрбітсек. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облыстық сотының судьясы Ахметова Ақмарал Нұралықызы, Маңғыстау облыстық сотының судьясы Сағындықова Қазила Қуанышбекқызы. Қош келдіңіздер. Қазила Қуанышбекқызы, сол тетіктердің қадам-қадамымен нақты айтып өтсеңіз. Жалпы бүгінгі сәлеметсіздер, құрметті телекөрермендер, бүгінгі тақырыбымыз ар-намысты, қадір-қасиетті, іскерлік беделді қорғау деп айтып өтті жаңа жүргізуші. Бұл осы қазіргі заманда, осы сөз бостандығы заманында бұл өте актуалды тақырып болып саналып тұр. Себебі әр адам сөз бостандығы деп өзіне тиісті жауапкершілікпен қарамай, жауаптылықты ұмытып, әртүрлі ақпарат құралдары арқылы, мысалға газеттер арқылы сондай әртүрлі мақалалар жазып, басқа заңды тұлғалардың, жеке тұлғалардың ар-намысына, қадір-қасиетіне, іскерлік беделділігіне нұқсан келтіретін жағдайлар көп орын алған. Әр нәрсенің сұрауы бар демекші, судың да сұрауы бар демекші, әркім өзінің осы тақырыпта өзі жазатын мақаласы болсын, я болмаса арыздарында басқа біреудің ар-намысына, қадір-қасиетіне нұқсан келтірмеу керек. Нұқсан келтірмеу керек. Бұл осы категория істер жалпы біздің Маңғыстау облыстық соттарымен қаралады. Мысалға, енді статистика деген қажетті зат. Егер де айтып кететін болсақ, 2019 жылдың 16 айында Маңғыстау облысы бойынша сот ар-намысты қорғау туралы 17 азаматтық іс аяқталған. Қаралған 17 азаматтық істің 9 бойынша сот шешімі шығарылған, 3 іс қанағаттандырылып, 6 іс қанағаттандырусыз қалдырылған. Облыстық сотта апелляциялық инстанцияда 3 іс қаралған, ол 3 іс бойынша бірінші саты сотының шығарған шешімдері өзгеріссіз қалдырылған. Жалпы осы санаттағы істерді қарау кезінде ескеретін жайт, жаңағы жалпы біздің азаматтық кодекстің 8-ші бабында көрсетілгенде азаматтар мен заңды тұлғалар өздеріне берілген азаматтық құқықтарды, соның ішінде өздерін қорғау құқығын өз қалауынша пайдаланады, және өзіне егер де құқықтарына нұқсан келтірілді деп есептесе, осы кодекстің 9-ші бабына сәйкес сотқа талап арыз беру арқылы құқығын қалпына келтіруге құқылы. Осы жалпы айта кететін жағдай, азаматтардың және ұйымдардың ар-намысына, абыройына кір келтіретін мәліметтерді тарату дегеніміз, шындыққа жанаспайтын баспа жүзінде жарияланған, радио, теледидардан, жалпыда басқа бұқаралық құралдарда пайдалану арқылы хабарланған мінездемелерде, арыздарда, әртүрлі ұйымдарға жолданған хаттарда көрсетілген шындыққа жанаспайтын мәліметтерді жазу осылардың негізін құрайды. Әсіресе қазіргі кезде енді
мысалға әртүрлі әлеуметтік желілер бар. Сол осы желілерде де шындыққа жанаспайтын мағлұматтарды тарату, ол ар-намысты, қадір-қасиетті қорлауға жатады. Бұл осы тақырып, жаңағы мен сөздің басында да айтып кеттім, көп мұқияттылықты, жағаттылықты қажет етеді деп есептеймін. Себебі қазіргі кезде сөз бостандығы деп адамдар өзінің іс-әрекетіне дұрыс жауап бермей, бұны дұрыс пайдаланбайтын жағдайлар болады. Бұл жалпы адамның намысына, жаңағы қадір-қасиетіне, іскерлік беделдігін қорғау азаматтық іс өндірісімен қорғалатын болса, егер де адамға жала жабатын болса, яғни басқа адамның абыройымен, қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, немесе оның беделін түсіретін көрінеу жалған мәліметтер тарататын болса, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде көрсетілген қылмыстық жауапкершілік бар. Жарайды, рахмет. Ақмарал Нұралықызы, айтыңызшы, азамат сотқа талап арыз келтірді делік. Ар-намысым, қадір-қасиетім жер болды, мен туралы жалған ақпарат таратты деп жауапкерді тартып талап арыз келтіреді делік. Судья істі қарайды. Талап етуші адам өзіне келтірілген, ар-намысына келтірілген, қадір-қасиетіне келтірілген, нұқсан келтірілген сөздерді жоққа шығаруды сұрайды талап арызымен, және де моральдық шығынды өндіруді сұрайды. Оны өзіміз күнделікті тәжірибеде көріп жүріп. Соттар осындай талап арыздарды қарауда ең басты неге мән береді? Бұл арыздарда жазылған, немесе интернет желісіне жазылған сөздерді біз қандай да бір сөздіктен аламыз ба? Немесе біз оған сараптама тағайындаймыз ба? Сонымен қатар моральдық шығындың көлемін біз қалай белгілей аламыз? Бүгінгі көтеріліп отырған тақырып бұл өте күрделі тақырып. Бұндай азаматтық санаттарды күрделі азаматтық санаттар қатарына жатады. Енді айтып өтетіндей, мемлекетіміз азаматтың ар-намысын, абыройын, іскерлік беделін қорғайды. Ата заңымыздың 18 бабының 1 бөлігінде әркімнің жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің және отбасының құпиясы болуына, ар-намысы мен абыройды қорғалу туралы жазылып көзделген. Енді осы жерде теориялық тұрғыда ар-намыс дегенге түсінік беріп өтсек, ар-намыс дегеніміз бұл азаматтардың рухани және әлеуметтік сапасының биіктігі, яғни қоғамның бағасы. Ал абырой дегеніміз бұл азаматтың рухани байлығын, рухани санасын, қоғамдағы маңызды орын өзінше бағалау болып есептеледі. Жұмыскерлік атақ дегеніміз сірә оның азаматтардың іскерлік беделдігі, яғни қоғамның ол азаматқа берілген іскерлік дәрежесі, көрсеткіш деп есептесек болады. Жаңа айтып өткендей, бұндай даулар бойынша азаматтық кодекстің 140 бабы бар. Өзіне құқықтары мен бостандықтарына тиіп, ар-намысы мен қадір-қасиетіне нұқсан келді деген әрбір азамат сотқа талап арызбен жүгінуге құқылы. Сот бұндай санаттағы істер бойынша соттың міндетті түрде шешім қабылдау емес, тараптарды бітістіру, татуластыру, дау мұраты біту демекші, соған жұмыстанады. Яғни алдын ала талап арыз бойынша тыңдау жүргізіледі. Талап қоюшыдан оның сотқа не себепті талап жазғандығы, оған келтіретін дәлелдемелері, яғни өзіне қатысты теріс мәліметтердің таратылғандығы туралы дәлелдемелерді ұсыну, ал жауапкерге керісінше талап арызға қарсылығы осы таратылған ақпараттың шынайы екендігін дәлелдеу міндеті жүктеледі. Сондай-ақ осындай міндеттер жүктелуімен қатар оларға өзара дауды бітістіру, яғни бітімгершілік келісіммен шешу, немесе медиациялық келісім арқылы шешумен татуласуға шақырамыз. Жаңа статистикалық мәліметті айтып өтті әріптесім. Осы санаттағы істер бойынша статистикалық мәліметтерді міндетті түрде көтеріп қараймыз. Қаралған істердің басым көпшілігі татуласумен аяқталған, ал қараусыз қалдырылған, сонымен қатар, яғни қараусыз қалдырылған деген мән-жай, бұл талап қоюшы өзінің арызын қайтарып алып, істер аяқталумен бітіп жатады. Ал тараптар келіспеді делік.
Менің сұрағыма қайтып айналып келейік. Тараптар келіспеген жағдайда енді сот міндетті түрде шешім қабылдауы тиіс. Бұл шешім қабылдау барысында екі тарапты да тыңдап, дәлелдемелерге сүйене отырып, ақ-қарасын әділ сот шешіп тұжырым жасайды. Ондағы сөздерге сот қалай баға береді? Мысалы, бұндағы сөздерге енді ол ар-намысты қозғай ма, қозғамай ма деген туындайды. Көп жағдайда талап қоюшылар сотқа арызды беріп жатқан кезде өз арыздарында мынадай мән-жайларды баяндайды. Яғни сол мекемеге бардым, сол мекеменің қызметкері мені дұрыс қабылдамады, заң бұзушылықтар орын алды, немесе сол қызметкердің әрекетінен өзінің тұжырымы бойынша қылмыстың құрамын байқағандығы туралы прокуратураға, Нұр Отанға, ішкі істер органдарына шағымданып жатады. Осы шағым негізінде расталмаған жағдайда, қылмыстық іс қозғалмаған жағдайда, немесе мекемеде жүргізілген тәртіптік жауапкершілік шаралары қолданбаған жағдайда талап қоюшы енді келесі кезекте жауапкерге ар-намысты, абыройын, іскерлік беделдігін қорғау туралы талап қойып жатады. Ал бұл өз кезегінде манағы жауапкердің конституциялық құқығын қолданып мекемелерге арыздануы, бұл оның ар-намысына, абыройына, немесе іскерлік беделдігіне кір келтірді деп тұжырымдау, бұл қате тұжырым. Ол арыздардың мәтінінде егер сол мемлекеттік қызметкердің ешқандай іскерлік беделіне, қадір-қасиетіне қол сұғушылық болмаса, тек қана сол мекеменің немесе мемлекеттік қызметкердің әрекетін әшкерелесе, таза әдеби тілмен ешкімге нұқсан келтірмей, онда ол жерде ешқандай қадір-қасиетті таптау жоқ. Ал біздің тәжірибемізде әрине болды, өздеріңізде куәсіздер, енді атын атап түсінтістемей қояйық. Кейбір біздің әріптестеріміз істі қарап, біз апелляцияда да қарадық сол істерді. Кейбір азаматтар сол жаңағы мәтіндерінде, арыздарының мәтіндерінде осы адам жемқор, осы адам енді тіпті әдеби сөзде де кездеспейтін, күнделікті сөзге де айтуға қиын сөздерді жазып жатады. Сондай кездерде талаптарды қанағаттандырып жатамыз. Сол кезде моральдық шығынды сот қайдан алады? Сіз өзіңіз судья ретінде қандай баға берер едіңіз моральдық шығынға? Айтып өткендей, талап қоюшының талап арызында көрсеткендей, жауапкердің ол туралы кір келтіретін мәліметтерді, яғни айтқанда анайы сөздермен жазғандығы, не болмаса жиналыстарда мекемелердің оның біліксіздігін анайы түрде сөйлемдерді қолдану арқылы нұқсан келтірсе абыройына, бұл филологиялық сараптама тағайындаудың қажеттілігі де жоқ. Қажет болған жағдайда сот ондай анайы сөздердің абыройына кір келтіре ма, келтірмей ма деген сұрақпен сараптама тағайындайды әрине. Соған қатысты дәлелдемелерді жан-жақты зерттей отырып тұжырымын қабылдайды. Ал моральдық талапты егер жауапкердің кінәлілігі анықталса, азаматтық кодекстің 8-ші бабы бар. Аталған бапта айтылады, моральдық көлемді сот әділеттілік, парасаттылық тұрғысында өлшем бірлігін белгілеуі қажет. Осы өлшем бірлікті осы заң талабын ескере отырып белгілейді. Түсінікті, рахмет. Қазила Қонышбекқызы, өзіңіз әңгімеңізді азаматтық істер туралы енді біз кеңінен айттық, түсіндірдік деп ойлаймын. Қылмыстық істер туралы да айтып өттіңіз. Жала жабу деген қылмыстық кодексте бап бар. Сол жала жабу бойынша да бізде де облыста істер қаралды. Сол қылмыс бойынша санкциясы қандай, жазасы қандай? Сол туралы кішкене айтып өтсек. Бұл жала жабу деген бап 130-шы бап, қылмыстық кодексінде ол 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлігінде жаңағы жала жапқан, яғни басқа адамның абыройы мен қадір қасиетіне нұқсан келтіретін, немесе оның беделін түсіретін көрінеу жалған мәліметтер таратқан үшін 1000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшердегі айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарын, не 1 жылға дейінгі мерзімге
бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Ал жаңа екінші бабында, осы 130 баптың қылмыстық кодексінде көрсетілген, көпшілік алдында немесе бұқаралық ақпарат құралдарының немесе телекоммуникациялар желілерін пайдалана отырып жасалған дәл осы әрекеттер 2000 айлық есепті көрсеткіш мөлшеріне дейінгі айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға қылмыстық жазасы көрсетілген. Яғни қылмыстық кодексте телеарналарда жала жабуға өзгеше бөлек бөлім қарастырылған. Ауырлау жаза түрі қарастырылған. Жаңағы бұл үшінші бабы да, үшінші бөлігі де бар. Осы баптың бірінші, екінші бөліктерінде көзделген адамды сыбайлас жемқорлық, ауыр немесе аса ауыр қылмыс жаса деп айыптаумен аласқан, сол сияқты ауыр зардаптарға әкеп соққан іс-әрекеттер жасайтын болса, 3000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзету жұмыстарына, не 3 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық жазасы көзделген, қарастырылған. Рахмет. Құрметті студия қонақтары, бүгінгі тұшымды жауаптарыңызға рахмет. Сөз соңында тобықтай түйін айтып өтсеңіздер, осы ар-намыс іскерлік беделді осындай санаттағы істер бойынша жауапкер болмас үшін әр азамат не істеу керек? Біздің еліміз өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырғаны белгілі. Сондықтан ата заңымыздың 34-ші бабында айтып өткен әркім Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абырой мен қадір қасиетін құрметтеуге міндетті деп көзделген осы заң талабын естерінен бір сәт шығармас екен деп сұраймын. Рахмет. Мен де осы көзқарасқа қосыламын. Шынында да әрбір азамат еліміздің біздің заңдарымызды, ата заңымызды құрметтеп, қадірлеп, қастерлеуі керек. Өзімнің құқығым бұзылды деп байбалам салмас бұрын, басқаның құқығына нұқсан келмеуін өте қадағалап, тиісті өзіне шаралар алу қажет деп санаймын. Себебі жаңа айтылып кетті, ол бойынша тиісті қылмыстық жауапкершілік түрлері бар. Сондықтан да әркім өзінің сөзіне өзі ие болып, дұрыс жауаптылықпен қарауы қажет деп есептеймін. Құрметті телекөрермен, атам қазақ аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деп бекер айтпаған. Сондықтан біреу туралы өзіңіздің пікіріңізді, сенімсіз пікіріңізді айтар бұрын ойланып қараңыз. Шыннан да сіз пікір жазайын деп отырған адам сол пікірге лайықты ма? Ол дәлелденді ма? Дәлелсіз ба? Ол екінші, үшінші тұлғадан естілген сөздер ме? Себебі айналып келгенде өзіңіз жауапкер орындығында отыруыңыз мүмкін. Ал тіпті қылмыскер орындығында отыруларыңыз да мүмкін. Ойланайық ағайын. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.